Ассалаумағалейкум жігіттер, Жеңіс сервис оқырмандары. Toyota Wildfire жігіттер 3.5 компрессор кетіп қалған. Стручка, енді оның бәрін видео түсетін уақыт болған жоқ. Мұнда кісі көп. Соның уақыты қазір сезон. Бәрі жақсы жасап тұр. Қандай проблема жоқ қазір. Трубка істейтін мұз терлеп жатыр. Трубка көріп тұрамын. Терлеп жатыр. Қазір өштік тем болман. Дарылдап мынаншы тем боле. Досын жігіттер, бір ескерту, мысалы, бір жыл бұрын френ қойдық қой біздер, мысалы. Екінші жылы келіп жігіттер бізден гарантия сұрамаңдар. Сен бір жыл бойы сен трубкаң тесіліп қалды ма, бір жерден тесіліп кетті ма, жігіттер олай болмайды. Маған үйтіп бана бір 99 жылғы Opel келді, 99 жылғы 27 жыл болған Opel. Келіп былтыр сен френ қойдың, сен биыл қайтып гарантия беруге тиісті дейді. Мен оны ол сөзді айттым, айтқан жоқпын, сен бердің дейді гарантия. Мен бәрістеңе жалпы гарантия бермеймін френға. Потому что ол техника жігіттер. Ол техниканы ешкім білмейді. Астын төрем тесіліп қалды ма, жарылып кетті ма, мен оны ешқашан гарантия бере алмаймын жігіттер. Бірақ жұмысыма гарантия беремін. Жігіттер айтып қоямын, жұмысыма гарантия беремін. Мына машина таңертең бастадық мысалы. Түнгі 3-ке дейін кеше 2 машина шығардық кеше полный жуып тазалап. Бүгін мына машина жуып тұр. Полностью. Но радиатор новый, компрессор оригинал, бірақ не бұл. Қарап алдық, ішіне 100 грамм майын құйдық, ішіне құтақына май бар екен, ағытпадық. Өзіміздің дұрыс майымызды құйдық. Машина ешқандай проблема жоқ. Хатайында риза, бізде риза. Бірақ мынау жігіттер ауысады. Айтып қояйын. Новый салу керек обязательно. Андай ана жерде бу бар еді, мына үйінде түскен бар еді, ондай болмайды жігіттер. Тек қана оригиналсы. Бу емес, новый салыңдар тек қана жігіттер. Аман болайық. Қабылдасып тұрыңыздар, тек аманшылықтар. Аман болайық.